Саламатсыздар, біз бұл видео сабақта Taobao сайтынан сілтеме жіберуді үйренеміз. Taobao сайтында сілтеме жіберу, енді мына бір тауарға тікелей кірдік біз қазір. 1688 сайтымен негізі бірдей. Бірінші тауардың характеристикасын былай тексеріп көреміз, отзывдарын оқимыз. Отзывдар негізі мына жерге жазылған. Бұны біз бұрынғы сабақтарда да үйреткенбіз, аса бір қиын жері жоқ. Мына жерде мінекей. Осылараны басып кіріп арқылы отзывдарын оқисыздар, Google переводпен аударма жасап оқысаңыздар болады. Неге 174 отзыв жазылған екен мына жерде, міне көрініп тұр. Енді сілтеме жіберуден бұрын біз қандай размер, қандай цвет екенін таңдап алу үшін міндетті түрде мынаны басып кіреміз. Яғни мына жерде. Толық характеристикасы осы жерде болады тауардың. Осы жерді басасыз. Мінекей. Бойының биіктігі, балалар киімінде көбінде бойының биіктігі бойынша жүреді заказ. 140 сантиметр біз соны басасыз. Қандай цвет, көк цвет, ақ цвет, мысалы розовый дейді, әртүрлі цветтер бар екен. Осының ішінде цветін таңдағаннан кейін сөзсіз скрин жасайсыз. Сөзсіз скрин жасайсыз. Тағы басқалай размер, басқалай цвет болса, басқасына көшесіз, басқасына ауыстырасыз. Цветінде басқасына ауыстырасыз, тағы да скрин жасайсыз. Содан кейін барып жаңа сілтемесін аламыз. Сілтемесін алу үшін осы қытайша жазудың үстін басып тұрамыз дағы, көшірмесін аламыз. Үстін басып тұрсақ, мінекей, мындай қытайша жазу шықты. Енді осындағы ортасында тұрған Шинжирдің суреті бар, Шинжирдің суреті бар ғой. Осы жерді басамыз. Осылараны бассақ, көшірмесі алынды. Енді өзіміздің заказ бермекші болған экспертімізге, яғни соған тікелей жібереміз заказымызды. Қойдық қой. Енді мында жазу жазатын қазір ең соңына келіп тұр ғой. Осыны мына ағылшынша жазудың жанына келеміз мында. HTTPS деп тұр ғой осылараны мінекей көріңіздер, осы жерді. Осы жерге келгеннен кейін мына оң жақ астыңғы бұрыштағы астыға түсіреміз, мына 1-2 сол астыға түсіріп жібереміз. 1-2 сол астыға түсіріп жібергеннен кейін барып сілтемені жібереміз. Одан кейін телефонның галереясына кіріп, жаңағы өзіңіздің талдаған размер, цветтеріңізді жібересіздер. Бұл мінекей Taobao сайтынан сіз сілтеме жібердіңіз. Осылай жібересіздер. Ал енді жаңағы экспертіңіз тікелей осы сілтемемен жаңағы сіздің заказ берген магазиніңізге өтіп, солардан сіздің заказдарыңызды есептеп береді және төлем жасап бере алады.